ұбт кезіндегі ең басты қателік ол сенің көп қателесуің емес, ең басты қорқынышты дүние ол сен сол қатемен жұмыс жасамауыңда. Сәлем, бұл мен Гера. Бүгін мен саған қатемен жұмыс сен ойлағандай қатты қиын емес, және де ол шынымен де өте үлкен балл алып келетінін айтқым келеді. Олай болса кеттік. Жалпы қатемен жұмыс жасау тоже менің бір бойдарымның бірі деп айтсам болады ұбт кезіндегі, өйткені мен де дұрыс қатемен жұмыс жасауды білмедім деп айтсам болады. Және де қатты қателестім, жұмыс жасамадым дұрыстап, кітапта қайталап оқымаған кездерім де болды. Сондықтан да бұл қателікті сенің жібермегеніңді қалаймын. Ең бірінші, қатемен жұмыс ол сені нағыз өсіретін дүние. Сондықтан да сен қателескен кезде мен қателестім, мен білмеймін, мен уже ақымақпын деген секілді дүниелер емес. Сен оны дұрыс қабылдай білуің керек, өйткені әрбір қате сенің жақсы мұғалімің деп айта аламын. Лучше сол мұғалім болсын, чем аз алып қалғанша. Жалпы қатемен жұмыс жасаған кезде сен ең алдымен шатасып кетпеу мақсатында, және де сен қателесіп жатқан дүниең порядокта тұру үшін сен дәптер арнағаның дұрысырақ. Өйткені сен дәптерің қате дәптер деп аталатын болса, оның іші сенің қатемен жұмыстарың және нәтижелеріңмен толатын болады. Әр пәнге бір жеке дәптер арнағаң да дұрыс, немесе бір общий тетрадь арнасаң болады. Сол арқылы сен ішіне толтыра отырып қателігімен жұмыс жасай аласың. Жалпы оның ерекшелігі неде? Тек қате деген сұрақтарды ғана жазасың, жауаптарын емес. Өйткені сен жауаптарын жазатын болсаң, ол жерде нәтиже болмайды. Және де апта бойы сен ол дәптерге бір кемінде 10 сұрақ жина, немесе кемінде бір 5 сұрақ жина, тек сұрақ жина, жауап емес. Және де әр жексенбі немесе сенбі қолың босаған күндері сен отырып 1 сағатыңды немесе 1,5 сағатыңды арнай отыра, сен бір пәнге фокус бөліп, сол арқылы қатеңмен жұмыс жасасаң болады. Жалпы оның нәтижесі өте ерекше, өйткені сен уақытыңды, фокусыңды дұрыстап бөлсең, ол дүниеден сен дұрыс нәтиже шығара алатының дұрыс. Және де қатемен жұмыс жасаған кезде сен өзіңді алдамауың болмайды. Яғни сен қатемен жұмыс жасап жатқан кезде өз сөзіңмен нақты жауап жазуың қажет, немесе айтуың қажет. Лажы болса, ответ жазбай қойғандарың дұрысырақ. Лажы болса, сендердің өздерінің естерінде қалғаны дұрыс, өз түсініктерің бойынша. Қатемен жұмыс сен таптың, мысалы, пробный тапсырдың делік. Пробныйдан бір география бойынша, биология бойынша, өзіңнің таңдау негізгі пәнің бойынша бір 50, максимум 50 балдан бір 38-ін жинап қалдың делік. 38-дің қалған сұрақтарының 12 сұрағың сен қатема, демек 12 қатеңді сен дәптеріңе полностью порядокпен жазып қой. Және де оны қолың босаған сенбі, жексенбі күндері отырда барлық фокусыңды бөл, кітабыңды алдыңа шашта, соның жауабын іздеуге тырыс. Сол кезде сенің өнімің өнімдірек болады, және де сен қалаған нәтиже сол кезде көрінетін болады. Сен сол кезде түсінесің, нені дұрыс жасамай жатырмын деген секілді. Және де айтқым келетіні, қатемен жұмыс жасауда болды, мен түсіндім, ответін білемін деген емес, оны всегда қайталап отыру қажет. Қате дәптерді ішін пыса аша беру керек. И сен ана сұрақтарды мүмкін жауабын ұмытып қалдың, мүмкін сен жауабын шатастыру мүмкін, сол секілді дүниелерді сен қарап отыра аласың. Және де ол сенің прогрессіңді немесе регрессіңді көрсетіп отырады. Мен бұл сұрақты жаттадым ғой деген секілді сен тестте отырған кезде сондай ой келеді да, сенде қателесуге шанс азырақ болады. Және де айтқым келетіні, қате дәптер ол сенің кішкентай ғана күнделігің, кішкентай ғана жасырының болсын. Оны көрсетіп, мен қате жұмысым бар деудің керегі жоқ. Тек қана өзіңмен жұмыс жасаудың бір кішігірім ғана техникасы деп айтқым келеді. Қате жасау ол нормально. Ол нормально, өйткені сен барлығын біліп келмейсің ғой, дұрыс па? Сен біліміңді тексеру үшін ұбт тапсырасың. Сондықтан да сен білімің жоғары болу үшін өз-өзіңмен жұмыс жасау керексің. Қате дәптер арнау өте дұрыс шешімдердің бірі. Және де мысалы, қате кетіп қалған, оқымай кеткен параграфтарыңа стикер жабыстырып қойсаң болады деген секілді. Осы секілді дүниелерді есіңе алсаң болады. Бүгінгі видеода мен саған қатемен жұмыс сен ойлағандай қиын емес, жай ғана жинасаң, және де өзіңе шынайы түрде өтірік айтпай, өз сөзіңмен жауап беріп жүретін болсаң, қайталап отырсаң жеткілікті. Осыны айтқым келді. Видеода сенімен бірге болған мен Гера. Пока-пока!